Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Барлықтарыңызға әрбір күндеріңізге сәттілік. Мен Түркістан облысы Арыс ауданы Садықбек Адамбеков атындағы жалпы орта мектебінің биология пән мұғалімі Кенжеханова Айнагүл Нұржауқызы. Бүгінгі біздің биология сабағынан өтетін тақырыбымыз ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклі. Яғни біз бүгін ашық және жабық тұқымды өсімдіктермен танысатын боламыз. Біз бұған дейін споралы өсімдіктермен таныстық оқушылар. Енді келесі біздегі тұқымды өсімдіктер. Жалпы тұқымды өсімдіктерді ашық және жабық тұқымды деп екі топқа бөлеміз. Бірінші, ашық тұқымды өсімдіктерге көңіл бөлетін болсақ, бұл жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің ең ертедегі жер бетіндегі 350 миллион жыл бұрын пайда болған. Ашық тұқымдардың 700-дей түрі бар. Олар тұқымдары арқылы көбейетін ағаштар мен бұталар. Ашық тұқымдылар бөлімінің жалпы 6 класстан тұрады. Олардың екеуінің өкілдері түгелдей жойылып кеткен, қалған 4 өкілдерінің қазіргі кезде танысатын боламыз. Жалпы 4 өкілдері қазіргі кезде ең көп өсетін өсімдіктер тобына жатқызылады. Ашық тұқымдылар туралы айтатын болсақ, жыл бойында қылқандары жасыл түсті. Ағаш, бұта, лиана тәрізділер. Тамыр, сабақ, жапырақтан тұрады. Тұқым арқылы көбейеді, көп жыл жасайды және кең таралған. Ашық тұқымдардың көбею мүшесі бүрлер. Яғни бүрлер, аналық бүрлер жас өркеннің ұшында орналасады және қызыл түсті. Аталық бүрлер жас өркеннің түбінде орналасады, сары, жасыл түсті болады. Аналық бүрдің құрылысына келетін болсақ, аналық бүрдің 2 қабыршағы болады, сыртқысы жабын, ішкісі тұқымдық деп аталады. Тұқымдық қабыршақта 2 тұқым бастама, яғни тұқым бүршік болады. Аталық бүрдің құрылысына келетін болсақ, аталық бүрдің қабыршақтарының төменгі жағында 2-ден ауа қапшығы болады, онда тозаңдар пісіп жетіледі. Қарағай бүрелі өсімдік. Мамыр айында олардың бұтақтарында 2 түрлі аналық және аталық бүрлер пайда болады. Олар жел арқылы тозаңданады. Тозаң өте жеңіл 2 ауа қапшығынан тұрады. Аналық бүрлер қызыл түсті болады, жас өркеннің ұшында орналасады. Аталық бүрлер сары жасыл түсті болады, жас өркеннің түбінде орналасады. Тұқымдары жел арқылы таралады. Өскін жаңа өсімдікке бастама береді. Тозаңданудан кейін аналық тұқым бүршігі қабыршақтармен жабылып желімделеді. Тозаңданудан кейін қызыл бүрлер әрі қарай өсіп, жасыл түске айналады. Тозаңданудан кейін көп уақыттан соң ұрықтанып жүреді. Ұрықтанған аналық бүрлер түсі жасыл. Піскен аналық бүр қоңыр түсті қанатшасы бар тұқым бүрдің қабыршағынан ашылады. Қарағайдың тұқымы тозаңданудан 1,5 жылдан соң пісіп жетіліп, 2 жылдан кейін бүрден төгіледі. Қарағай тұқымының жарға қанатшасы бар, соның арқасында ол жел арқылы таралады. Енді жабық тұқымды өсімдіктерге тоқталатын болсақ, жалпы жабық тұқымды өсімдіктерге келетін болсақ, тамыр, өркен, гүл тұқым бар, яғни жемістен тұрады. Әлемде 250 мыңдай түрі бар. Бұл бөлімнің белгілеріне келетін болсақ, гүлінің болуы, жемісінің болуы және кең таралған, мүшелер мен ұлпалардың жоғарғы мамандануы, тіршілік формасының барлық түрлері. Өсімдік мүшелері вегетативті және генеративті болып 2 топқа бөлінеді. Вегетативті бөлім жүйесіне тамыр, өркен, бүршік, жапырақ, сабақтан тұрады. Ал генеративті жынысты жүйесіне гүл, жеміс, тұқымнан тұрады. Ұрықтану нәтижесінде жемістер мен тұқымдар пайда болады. Тозаңдану, жалпы тозаңдануға келетін болсақ, өздігінен тозаңдану, бунақ денелермен тозаңдану, желмен, жануарлармен және құстармен тозаңдану. Ал енді біз барлығымыз қазір ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктер бөлімімен таныстық. Енді бұл өсімдіктер бөлімі жалпы ерекшелігі ерте кезден пайда болған, яғни ашық тұқымды деп аталу себебі
ашық бүрлері ашық кең таралған, ал жабық тұқымды дегеніміз, яғни тұқымдары жабық түрде таралғандықтан жабық тұқымды өсімдіктер деп бөлінген екен. Енді қазір сіздерге тапсырма. Біз ашық пен жабық тұқымды өсімдіктер бөлімімен танысып болғасын, сіздерге тапсырма. Тапсырма бірінші, мысалы, балама тест. Бұл жерде сіздер қазір не түсінгендеріңізді және де қандай тақырыппен танысқандарыңызды білу мақсатында иә болмаса жоқ деген тапсырма беріп отырмын. Сіздерге қазір бірнеше сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға әрқайсының тұсына иә болмаса жоқ деген белгісін қоясыздар. Келесі Вен диаграмма. Ашық тұқымды өсімдіктер, жабық тұқымды өсімдіктер. Ал енді осы екі ашық жабық тұқымды өсімдіктердің сіздер ұқсастығын белгілейсіздер. Яғни бұл жерде Вен диаграмма арқылы ұқсастығын жазып шығасыздар. Енді осы барлық бүгінгі сабақта түсінгендеріңізді қорытындылау мақсатында және ой түрткі мақсатында қазір бейне жазбамен танысыңыздар. Сол бейне жазба арқылы не көріп, не білгендеріңізді осы тапсырманы белгілеу арқылы сіздердің бүгінгі тақырыпты меңгергендеріңізді білуге болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. 30 жылдай өскен қарағайдың жас өркендерінің ұштарында қызғылт түсті аналық бір, ал жас өркеннің түбінде жасыл сары аталық бір дамиды. Бір жынысты көбею үдерісі жүретін мүше. Осы үдерістен кейін аналық бірлерде тұқымдар дамиды. Осыдан кейін аталық бірлер қурап қалады. Ал аналық бірдің көлемі ұлғайып, сүректенеді. Тұқымдар толық пісіп жетілгенде бірлер ашылып, тұқымдар шашылады. Тұқым жұқа қанатшасы арқылы желмен таралады. Жабық тұқымдылардың тозаң түйіршіктері тозаңғаптан аналық аузына не жел арқылы, не жануарлар арқылы, көп жағдайда жәндіктер арқылы тасымалданады. Одан кейін тозаңдар өне бастайды және аналық жатынына жететін тозаң түтікшесі пайда болады. Екі ядролы жасуша тозаң түтікшесімен түсіп, тұқым бүршігіне жететте, ұрық қалтасына енеді. Екі ядроның біреуі, яғни генеративті ядро жұмыртқа жасушасымен қосылып, зиготаны түзеді. Дами келе ол жас спорофит өсімдік ұрығына айналады. Екінші ядро, яғни вегетативті ядро орталық жасушаның полярлы ядросымен қосылып, эндоспермнің, яғни ұрықты қоректендіретін ұлпаның триплоидты жасушасына бастама береді. Бұл үдеріс жабық тұқымды өсімдіктерге ғана тән және қосарлы ұрықтану деп аталады. Ұрықтандырылғаннан кейін тұқым бүршігі тұқымға, ал қабырғалары жеміс қапқа айналады. Осылайша тұқымдары бар жеміс пайда болады.